Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім. Сіздермен мен әдеттегідей, кім менің каналыма әлі жазылған жоқ, подписаться батырмасын басып, менің каналымды қолдап, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Сіздер менің каналымнан міндетті түрде пайдалы ақпараттармен бөлісесіздер. Ал ендеше бастайық. Мен бүгін өзімнің осы ашық сабағым 7-ші класс есімше, көсемше, тұйық етістік және шақтарды қайталадық. Онда біздің бөлімде әлеуметтік желі болды. Әлеуметтік желі. Сонда мен осы TikTok желісін, YouTube желісін, Instagram желісін, WhatsApp желісін, Snapchat және Facebook желісін пайдаландым. Сабағымның басынан бастап аяғына дейін әрбір этапты осы желілерге салу арқылы тапсырмаларды орындап отырдым. Мысал үшін, бүгін бізде нәтиже сабақ Қазақстандағы әлеуметтік желілер деп алатын болсақ, Facebook'тың астынан мысалы мен мәтін бердім. Бұл мәтінді оқушыларға тізбектей оқытып, 6 сұрақ әдісімен мәтінімізді талдап, әлеуметтік желілерді кімдер, қай желіні кімдер көп пайдаланады деген сұрақтарменен дамытып сабағымызды ары қарай жалғастырдық. Екінші, Instagram желісіндегі тапсырма. Instagram желісіндегі тапсырма. YouTube желісіндегі тапсырма. YouTube желісіндегі тапсырма. Онда менің отбасым деген суретті ілдім тақтаға. Оны да бір күні сіздерге көрсетемін. Онда балаларға мынандай сұрақ, тапсырманың басты түйіні: менің отбасым қандай желілерді пайдаланады және не үшін деген сұрақтың көлемінде олар 2 минуттың көлемінде олар өздеріне жауап жазды. Және олар өздерінің сол ой түйіндерінің ішінде есімшесі бар, көсемшесі бар, тұйық етістігі бар сөйлемдерді жазуға тырысты. Және олардың ойлары өте әдемі болды. Ол мәтіндерін оқытып, өздеріне жаңағы әрбір етістікті талдатып, тұйық етістігін тауып, және шақтың қай түрінде тұрғанын сөйлемді әрбір оқушы талдап өтті. Жалпы менің бұл сабағымды көргілеріңіз келсе, менің YouTube каналымда толық нұсқасы бар. Қараңыздар, көптеген жақсы ақпараттарды аласыздар деген ойдамын. Одан кейін мысал үшін, бұл желінің Snapchat тапсырмасы бойынша, мысал үшін, желінің зияны мен пайдасы деген оқушыларды 2 топқа бөліп жіберіп, қандай пайдалары бар және қандай зияны бар деген тапсырмада оқушылар өз ойларын ортаға салды. Зиянында, пайдасында оқушылар өз еріктерімен кереметтей жақсы етіп ойларын жеткізе білді. Енді, мысал үшін, WhatsApp желісінде мен дәл кітаптың өзінен бір мәтінді оқытып, онда мен іштей оқытып жіберіп, бірінші сөйлемді тақтаға морфологиялық талдау жасаттым. Морфологиялық талдауды да оқушыларым жақсы талдап өтті. Одан кейін, мысал үшін, Instagram желісіне келетін болса, оқушыларға мен мысалы күнделікті біз жасыратын емес, әсіресе оқушыларымыз болсын, кім болсын, қолымыз қалт етсе, TikTok желісін қарауға тырысамыз. Көп уақытымыз соған кетіп қалады. Мысал үшін, TikTok'ты, мысалы, мынаны бәрімен сканемен етіп, осындай қаптап қойдым. Ол тек қана бүгінгі ғана сабағымда емес, өзімнің басқа сабақтарымда да кез келген уақытта осыны пайдаланам деп, мен осыны қаптап, осыны әдемі етіп қойдым, эстетикалық талғамға сай. Енді жаңағы осы желілерде ғана отыра бермей, оқушыларыма мен енді бума қағаз, бума газетті әкелдім. Библиотекадан, кітапханадан ұлан газетін үлестіріп, әрқашан біз желіде ғана отыра бермей, біз өзіміздің рухани бай болуымыз үшін, біз өзіміздің мәдениетімізді, өзімізді дамыту үшін әрқашан біз кітап оқуымыз керек деп, сол бір сәтті пайдаланып сабағымда бір мақаланы оқытып,
ұлан газетінен әрбір оқушыға таратып бердім. Сол газеттің ішінен әрбір оқушыға есімшесі бар, көсемшесі бар, тұйық етістігі бар, шақтың, мысалы, өткен шақ, осы шақ, келер шақта тұрған сөйлемдерді талдатып, олармен де тағы бір жақсы жұмыстың түрін жүргіздім. Міне осындай бір жақсы YouTube каналымда менің ашық сабақ 7 класс Қазақстандағы әлеуметтік желі деген тақырыпта жүктедім. Енді осыны да қарасаңыздар болады. Дегенмен бұл менің сабағымның бір бөлшегі ғана. Менің каналыма жазылыңыздар. Келесі менің видеомда бұдан да жақсы ақпараттармен бөлісемін деген ойдамын. Сондықтан сіздермен бірге болған әрқашан Ардақ Әлбековна. Сау, саламатта болыңыздар.